Ақшаны ешқашан Каспий Голдта сақтауға болмайды. Себебі Каспий Голдта сақтасаң, мысалы айтайық, бір артық 500 мың теңге түсіп қалды, артық 400 мың теңге түсіп қалды, сен бірден байып кетесің да ана жерде. Өзіңді ұстай алмай қаласың. Былай көшеде кетіп бара жатасың да, бір магазинді көріп қалдың, ой, мына бір киімді ала салайыншы, маған жарасып тұр екен деп. Сен оған дейін оны алам деп ойлаған жоқсың да. Просто магазинге кірдің, сол кезде артық бір 30 мың теңгені жұмсап тастадың. Содан қарның ашып кетті, кірдің де бір ресторанға кіре салдың, артық бір 5-6 мың теңгені жұмсап тастадың. Себебі ол сенің көз алдында тұр да, телефоныңды аша салсаң, жібере салу оп оңай. Себебі Каспий дейтін солай жасалған. Ал енді олай жұмсамау үшін не істеу керек? Ақшаны Каспийда ұстамайсыз, ақшаны банкоматқа барасыз, шығарасыз, оны долларға ауыстырасыз да, үйге апарып қойып қоясыз. Содан кейін жаңа магазиннің жанынан өтіп бара жатқан кезде ана бір киімді алғың келеді да, сосын ойланасың. Так, мына киімді алу үшін мен үйге баруым керек, жаңа долларда да алуым керек, оны ауыстыруым керек, комиссиядан ұтылуым керек. Қойшы, киімді жетеді ғой дейсің да. Эмоциональный покупка деген болмайды. Тамақты артық ала бермейсің, киімді артық ала бермейсің.